единичка деген бар, ол мысалы бірінде туылған, 10-ында туылған, 28-інде туылған да, 2 мен 8-ді қосқанда бір болады ғой. Олар деген банағы өздерін лидер санайды. Артына адам ертіп, банағы бір бизнес жасаймыз, мен бастық болам деп айтады, бірақ түбінде олар бастық бола алмайды. Олар өз солай санағанмен олардың данности олай емес. Себебі единица деген ол эгоист. Ол тек қана өзін ойлайды. Күйеуге шықпайтын, бала тумайтын қыздар деген мысалы көбінесе эгоист болып шығатын сол единичкалардан шығады. Мықты тұлғалар бар ғой, банағы өзін алып шығып тек қана өзін ойлайтын, былай айтқанда ең бай адамдар 11 қарашада 1911 жылы, 1951 жылы туғандар сондай болып шығады да. Мысалы туған күнде бір көп болса соншалықты великий болады и эгоист болады. Бір семьяда 2 единичка болса, ол семьяда былай айтқанда ешқашан бақыт болмайды. Әйелі единичка, күйеуі единичка болса, олар бірге тұра алмайды.